Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге тәтті бокс жасаймыз. Ол үшін бізге кептірілген жемістер, кез келген тәттілер және пена бокс, одан кейін гүл орайтын қаптағыш қажет болады. Ең алдымен гүл орайтын қаптағышты видеода көрсетілгендей етіп әдемілеп орап алыңыздар. Менің жағдайымда пена боксым тереңдеу болғандықтан мен гүл орайтын қаптағышты кеспей-ақ солай жайғастырдым. Сіздің жағдайыңызда пена бокстың өлшемі, көлемі әртүрлі болуы мүмкін. Сол себепті бір ғана қабатты жай ғана пена боксты былғамас үшін астыңғы бөлігіне жайғастырсаңыздар болады. Менің жағдайымда мен осылай жасадым. Енді қаптағышты жайғастырып болғаннан соң ең алдымен мен кептірілген жемістерді жайғастырдым. Яғни астыңғы бөлігіне көптеу алынған жемістерді салдым да, оның бетіне инжир, манго, одан кейін құрмадан кейін киви жайғастырдым. Кивиден кейін өрік. Бұл жерде түс-түсімен әдемі үйлесетіндей етіп композиция жасаған жөн. Дәл бұндай бокстарды сіздер тек қана тәттіден, не болмаса тек қана гүлден ғана жасауға болады. Барлығы өз қалауларыңыз бойынша, фантазияңыз бойынша жасай берсеңіздер болады. Келесі бетіне мен тәттілер толтырамын. Және мен кептірілген жемістердің үстіне әдемі рең беру үшін осындай безелермен әсемдедім. Келесі жақ бетіне тәттілерді жайғастырамын. Мен бұл жерде альпенгольд алдым, нутелла, твикс, несквик, киндер сюрприз және де милка печеньесін қолдандым. Рафаэлло қорапшасымен сыймайтын болғандықтан оның коробкасынан ашып жекелей жайғастырдым. Мендегі бар затпен осы боксым толыққанда әдемі болып толып шықты. Сыртын түссіз қаптамамен орап, дәл осы бокстың бетіне әдемі етіп ашық хат, открытка дейміз ғой, открытка қойып сыйлай берсеңіздер болады. Сіздермен болған Әйгерім. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.